Қайырлы күн достар, сіздермен осындай қызғалдаққа ұқсас өте дәмді керемет болып шығатын печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Ұнап жатса жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Бізге алдын ала ситадан өткізілген 350 грамм ұн керек болады. Бөлме температурасындағы тұрған сары май керек болады. Осылай қолымызбен жақсылап крошка жасаймыз. Сол кезде бізде песочный жақсы үгілмелі печенье шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет, ерекше печенье. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 100 грамм шекер саламыз. Шамал куркума салдым. Я болмаса гелевый краситель сары түстен қоссаңыздар болады. 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Құрақ ингредиенттерімізді тағы да осылай араластырып аламыз қолымызбен. Сары түс міндетті емес, бірақ қоссаңыздар әдемі болып шығады. Мына жерде мен бір сары уыз салып едім, оны мен аздау болып қалғасын жұмыртқаның ақ уызында салып жібердім. Негізінде бір сары уыз бес, бір жұмыртқа қоссаңыздар болады, тығыз болып шықты. Үстінен 110 грамм кез келген қаймағымыз салып жақсылап тағы да араластырып аламыз, осылай қолымызбен елеп. Осылай тағы да бір елеп шығамыз. Жарты сағат холодильникке салып аламыз. Қамырымызды алып осылай жасай бересіздер. 20 граммнан бөліп жасайсыздар. Сол кезде бізде 40 данадай шығады. 350-400 грамм сүзбемізге керегінше шекер салып осылай вилкамызбен араластырып аламыз. Езіп түйірі қалмау керек бізде. Осылай жақсылап вилкамызбен еземіз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай бізде 20 граммнан бөліп алдым. Өзіңіз орташа қылып алсаңыздар да болады. Менде 20 граммнан 40 данадай шықты. Осылай қамырымызды жайып, сүзбелерімізді салып шығамыз. Шамал кесемізде осылай біріктіріп жабамыз. Жапқандарыңызда жақсы, негізі сол кезде біздің сүзбелеріміз шығып кетпейді, пісуіне де жақсы. Тағы да сізге 3-4 рет көрсетіп шығамын. Осылай біріктіресіздер де айналдырып, сол кезде бізде печеньелеріміз қызғалдаққа ұқсас болып шығады. Астын біріктіресіздер де осылай айналдырып шығасыздар. Сол кезде біздің сүзбеміз піскен уақытта шығып кетпеуі керек. Жақсылап ораңыздар астын. Осылай қамырымызды жаямыз, тағы да сүзбеміз салып, бір шетін біріктіріп осылай орап шығамыз. Бір үйреніп алсаңыздар жеңіл. Астын осылай біріктіресіздер де айналдырып шығасыздар тағы да. Сол кезде сүзбелерім шығып кетпеу керек. Өте әдемі, міндетті түрде жасап көріңіз, дәмді болып шығады. Осылай тағы да жайып, біріктіріп, осылай жасай бересіздер. Астын біріктіреміз, тағы да осылай айналдырып, солай жасай бересіздер. Сіздерге осылай бірнеше рет көрсетіп жатырмын. Жақсы асты бірігу керек, ашылмай. Осылай үйкелейсіздер. Міндетті түрде 170-180 градуста пісіріп аласыздар. 15-20 минутта. Сау болыңыздар.